Hi guys, барлығына сәлем. Қазгриш арнасының көрермендері мен қонақтары. Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Present Perfect шағы, яғни қазақша айтқанда аяқталған осы шақ. Present Perfect дегеніміз жаңа ғана басталып немесе жаңа ғана біткен іс-әрекетті айтатын, өткен шақтағы іс-әрекетті айтатын шақ болып табылады. Оның қолдану жолы мен тәсілдерін қазір сіздерге айтып өтетін боламыз. Сонымен Present Perfect шағы субъектке have немесе has және де етістіктің үшінші жағын немесе ed көмекші етістігін жалғау арқылы жасалатын болады. Ал болымды сөйлем жасау үшін I, you, we, they жіктеу есімдіктеріне have көмекші етістігімен етістіктің үшінші формасын жасау арқылы, ал he, she, it жіктеу есімдіктеріне has көмекші етістігімен етістіктің үшінші формасы және де ed сөзі жалғану арқылы жасалады. Ары қарай сұраулы сөйлемдер қалай жасалатындығын көрсететін боламыз. Біздің көмекші етістігіміз have немесе has жіктеу есімдігінің алдына шығады және де етістіктің үшінші формасы немесе ed сөздері арқылы сұрақ белгісі сұраулы сөйлеммен жасалады. Ал оған жауап ретінде yes сөзі жазылып, yes немесе no сөзі жазылып, жіктеу есімдігі және де одан кейін біздің көмекші етістігіміз have соңына барады. Немесе сөйлемге no деп жауап беретін болсақ, сол сөзден кейін жіктеу есімдіктері және де have not, яғни haven't деп қысқартып айтсақ та болады. Сонымен қатар has көмекші етістігі де қолданылатын сөйлемдерде жіктеу есімдігі және де одан кейін етістіктің үшінші формасы мен ed жалғауы жалғанатын болса, жауабында yes болатын болса, yes he has немесе no he has not, нақтырақ hasn't деп айтсақ та болады. Осылайша сұраулы түрдегі формасы арқылы сөйлем құрап жазалатын боласыздар. Ары қарай болымсыз сөйлемдердің жасалу жолы. Біздің көмекші етістіктерімізге not сөзі жалғану арқылы жасалады. I have not, you have not, we have not немесе they have not немесе оны haven't деп те айтсақ болады. Сонымен қатар етістіктің үшінші формасы және де ed жалғауы. Дәл солай has көмекші етістігі қолданылатын жіктеу есімдіктеріне де not сөзін жалғау арқылы hasn't қылып жасайтын боламыз. He hasn't, she hasn't немесе it hasn't және де етістіктің үшінші формасы мен ed жалғауы. Жалпы ағылшын тіліндегі етістіктер дұрыс және бұрыс деп бөлінеді. Олар regular және де irregular verbs. Ал жалпылама етістіктер негізінде үшке бөлінеді. Олардың біреуі осы шақта қолданылатын болса, екеуі өткен шақта. Соның бірі осы дұрыс етістік. Біз дұрыс етістіктің жасалу формасы қандай екенін білеміз. Оған әрине ed сөзі жалғану арқылы жасалады. Clean, cleaned, finish, finished, use, used, paint, painted, stop, stopped деген сияқты. Осылай ed жалғау арқылы оңай түрде сөйлемімізді өткен шаққа айналдырып жасай беретін боламыз. Оған мысал келтіріп айтатын болсақ, I have cleaned my room today. Мен бүгін өз бөлмемді жинастырдым. He has finished his homework. Ол өз үй жұмысын, үй тапсырмасын аяқтап болды. Who has painted it? Мына суретті кім салған? Яғни барлығы да өткен шақта жасалып тұр. Себебі бұл біздің сөздерімізде ed жалғауы жалғанып тұр. Бұрыс етістіктерге келетін болсақ, біз оған ed жалғауын жалғау арқылы жасай алмаймыз. I have been to Paris немесе she has read the book. She has read the book. Бұл жерде irregular verbs өзінің мінекей таблицасы берілген. Бұрыс етістіктерде біз осындай таблицаға қарау арқылы сөздердің өзгеру барысын анықтап, үшінші формадағысын жазамыз. Мысалға мына біздің берілген сөйлемде I have been to Paris деп тұр. Ол жерде be, was, were және де been болған. Ал біз соның үшінші формасын been қылып жазғанбыз. She has read the book сөйлемінде де солай. Бұл жерде read деп оқылмайды. Мына irregular verbs'ің таблицасында берілгендіктей read болып оқылады. Яғни she has read the book. Себебі бұл етістіктің үшінші формасында тұр. Сіздер бұрыс етістіктерді осы таблицаны тартып, жүктеп алу арқылы жаттап алсаңыздар өздеріңізге дұрыс болады. Өйткені барлық сөйлемдерде осы тек таблицадағы берілген сөздермен ғана сөздер дұрыс жазылады. Дұрыс етістіктердегідей ed жалғауын немесе басқа сөздерді қосу арқылы сіздер бұрыс етістіктермен жұмыс жасай алмайсыздар. Және де мына сұрақтарға назар аударсаңыздар,
Сіздер осы жерде берілген 3 сұраққа беретін жауаптарыңыз осыған сәйкес болатын болса, онда сіздер ол сөйлемдеріңізді present perfect шағында жасайсыздар. Мысал үшін, сіздің істеп жатқан ісіңіз жаңа ғана немесе жақында, әлдеқашан, соңғы кезде жасалынған болса, сіз оны әлбетте осы present perfect шағы арқылы жеткізесіз. Сөйлеміңізді ағылшын тілінде солай жасайсыз. Және де қаншалықты ұзақ болып жатыр. Бір кісімен таныстығыңыз, ол кісіні танитындығыңыз, немесе бір жерде тұратындығыңыз жайлы сөйлем айтатын болсаңыз, сіз оны да осы present perfect шағында айтасыз. Сонымен қатар, сіз қашанда бір өміріңізде кездескен жағдаяттарды айту барысында өзіңіздің бір тәжірибеңіздің болуын осы present perfect шағы арқылы айтасыз. Яғни бұл дегеніміз, сіздің іс-әрекетті істегеніңіз немесе оған дейін болғаны нақты бір датамен айтылмаса да, өткен шақта болғандығын айту үшін, сіз осы present perfect аяқталған шақты қолдану арқылы сөйлеміңізді айтатын боласыз. Бұл шақтың да өзіне тән көмекші етістіктері болады. Олар мысал үшін just жаңа ғана, already әлде қашан, recently жақында, lately соңғы кезде, never ешқашан, so far әлі де деген сияқты көмекші сөздер арқылы present perfect'те сөйлем құрап айта аласыздар. Енді осы жасалу формаларына сәйкес сіздерге мысалдар келтіріп түсіндіріп өтетін болсақ, he has lost his key. Lost деген сөзіміз байқасаңыздар 3-ші шақ формасында тұр. Ол кілтін жоғалтып алды. Өткен шақта орындалған және де осы шаққа қатысы бар сөйлем болып тұр. He has lost his key. Ол кілтін жоғалтып алды. Нәтижесі бар. Нәтижесі оның кілті қазір жоқ. Ол жоғалтып алған. Қашан екені белгісіз, бірақ нәтижесінде ол кілтін жоғалтып алған. Келесі мысал, I have cut my finger. Мен саусағымды кесіп алдым. Өзінің кесіп алған саусағын, бинтпен оралған саусағын көрсетіп тұрғандағы жағдай. Қашан екені айтылған жоқ, тек нәтижесі айтылып тұр. Бұл әрине present perfect шағындағы сөйлемге мысалы. I have cut my finger. Мен саусағымды кесіп алдым. He told me his name, but I have forgotten it. Ол маған есімін айтқан еді, бірақ мен оны ұмытып қалдым. Оның өзінің айтқан есімі қазір оның есінде жоқ екендігін айтып тұр. Нәтижесі осылайша оның есімі оның есіне түспей тұр, ұмытып қалған. Ары қарай, Are you hungry? No, I have just had lunch. Сенің қарның ашты ма? Жоқ, мен түскі асымды ішіп алғанмын. Нәтижесі оның қарны ашып тұрған жоқ. Are you hungry? No, I have just had lunch. Байқағандарыңыздай оның қашан ішкендігі айтылып тұрған жоқ. Тек қана just көмекші етістік арқылы жаңа ғана мен ішіп алғанмын деп айтып тұр. Келесі мысал, Don't forget to pay your electricity bill. I have already paid it. Сен электр қуатының ақшасын төлеуді ұмытпа. Ал ол, мен оны әлде қашан төлеп қойғанмын. Already әлде қашан. Нәтижесінде ол оның ақшасын төлеп қойғандығы айтылып тұр. Ал бұл сөйлемде өткен шақта жасалған іс-әрекет болғанымен, қазір осы шаққа қатысты іс-әрекет болып, осы шаққа қатысы бар әрекет болып тұр. Ал бұл әрине бізде present perfect шағы болады. Нәтижесі already сөзі арқылы оның қашан, әлде қашан төленіп қойғандығы жайлы айтылып тұр. Has it stopped raining yet? Жаңбыр жауғаны әлі тоқтамады ма? Әлі деген сөз арқылы сұрап тұр. Өткен шақта болған іс-әрекеттің қазірге қатысы бар іс-әрекет болғандықтан сұрап тұр. I haven't seen him lately. Мен оны соңғы кезде көрмедім. Нәтижесінде ол оны көріп жүрмегендігі айтылып тұр. I have known him since school. Мен оны мектеп кезден бері танимын. Өткен шақтан бері істеліп келе жатқан іс-әрекет және қазіргі кезге қатысы бар сөйлем болғандықтан осы present perfect'те тұр. I have known him since school. Және де I haven't been to Africa. Мен Африкада болған жоқпын. Одан жанындағы адам Африкада бұрын болған немесе болмағандығы жайлы сұрап тұр. Ал ол оның өзінің өткен шақтағы болмаған іс-әрекеті және де досының өзіне сұрап тұрғандығын айту барысында I haven't been to Africa. Және де been сөзі бізде үшінші формада айтылып тұрғандықтан біле берсеңіздер де болады. Осымен біздің бүгінгі present perfect шағына арналған видео сабағымыз аяқталды. Сіздерге барлығы түсінікті болды деген ойдамыз.
кез келген жағдайда осы форманы қолданып мысалдармен өз сөйлемдеріңізді құрай аласыздар деген сенімдеміз. Біздің арнамызды қолдап, лайк басып, комментарий жазып, арнамызға тіркеліп отыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Казглиш арнасы келесі сабақтарда кездескенше. Goodbye.